Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгінгі сабағымызда сіздермен көктемге арналған осындай әдемі беретканы тоқитын боламыз. Беретканы тоқу үшін біздерге жіп, крючок, қайшы, сантиметрлік лента және маркер қажет болады. Менде жіп Ализе Суперлана 100 граммда 280 метр, 75% акрил, 25% шерсть және үшінші номерлі крючокпен тоқитын боламын. Достар, сіздерді бүгінгі Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Елімізде тыныштық, бейбітшілік заман болсын. Отбасыларыңызға береке, бірлік тілеймін. Егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып, видеоға лайк басып қойыңыздар. Дайын болсақ, сабағымызды бастайық. Ең алдымен дөңгелекше жасап аламыз. Бір воздушный петлямен закреплять етіп аламыз. Енді жіпті крючокқа ілеміз. Дөңгелекшенің ортасына өткізіп, жіпті іліп шығарамыз. Крючокта бізде 3 петля, жіпті крючокқа ілеміз, 3 петлядан өткіземіз, яғни полустолбик с накидом тоқимыз. Полустолбик с накидом бізде 8 полустолбик. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 полустолбик. Енді мына жібімізді тартамыз. Тартамызда жіпті крючокқа ілеміз. Екінші қатарды біздер бірден бастап кететін боламыз. Яғни по спирали тоқитын боламыз. Бірінші петляға столбик с накидом, кешіріңіздер, полустолбик с накидом тоқимыз. Енді осы петляны маркермен белгілеп аламыз. Осы петляға тағы столбик тоқимыз. Яғни бұл қатарда біздер әрбір петляға 2 столбиктен тоқитын боламыз, яғни полустолбик с накидом. Сонда бізде екінші қатарда 16 полустолбик с накидом болады. Әрбір петляға 2 столбиктен тоқимыз. Соңғы петля. Енді маркерімізді ала тұрамыз. Келесі қатар тоқимыз, яғни үшінші қатар бізде. Бірінші петляға 2 столбик тоқимыз. Оның біріншісіне маркерімізді белгілеп аламыз. Келесі петляға 1 полустолбик, келесі петляға 2 полустолбик, 1 полустолбик, 2 полустолбик, 1, 2. Bir, 2, 1, 2, 1, 2,
мінекей бізде үшінші қатар аяқталды. Енді келесі қатар тоқу үшін біздер әрбір үшінші петляға прибавка жасауымыз қажет. Екі столбик бір-бірден тоқимыз, үшінші петляға прибавка жасаймыз. Енді бізде мына донышкамыз дөңгелек болып шығу үшін біздер маркерімізді ала тұрамыз да, мына соңғы петляға, соңғы бір петля тоқыдық қой, осы соңғы петляға прибавка жасаймыз. Прибавка жасаймыз, және біріншісіне маркерімізді белгілеп аламыз. Яғни бізде осы петлядан бастап келесі төртінші қатар басталады. Келесі петляға 2, келесі петля 1 столбик, онан кейін петляға 1 столбик. Келесі петляға 2 столбик, келесі петля 1 столбик, келесі петля 1 столбик. Келесі петляға 2 столбик, келесі петляға 1 столбик, келесі петляға 1 столбик. Байқап отқан болсаңыздар, мінекей біздер алдыңғы қатардағы бірге тоқылған, екі прибавка жасалған петля. Сол прибавка жасалған петляға біздер осы қатарда, тоқып жатқан қатарымызда 2 столбик тоқып жатырмыз. Міне 1, прибавканың біріншісіне 1, екіншісіне 1 тоқып жатырмыз. Ал алдыңғы қатардағы 1 столбикке, яғни прибавка жасалмаған бір столбикке прибавка жасап жатырмыз. Сол кезде біздер алдыңғы қатарда прибавка жасайтын болсақ, біздің донышкамыз дөңгелек болып шықпайды. Бізге дөңгелек болып шығу үшін осылай жасауымыз қажет. Естеріңізде болса, біздер осындай донышканы тоққан болатынбыз, бірағында столбик без накидами тоққан болатынбыз. Тура осы әдісте тоққан болатынбыз. Яғни сол донышканы пайдалана отырып біздер кепка тоқыдық, және де шляпа тоқыдық. Ол кезде біздер тура осы әдісті қолдандық, бірақ столбик без накидамен тоқыдық. Ары қарай 1 столбик, онан кейін 1 столбик. Яғни алдыңғы қатарда прибавкаға біздер осы қатарда 1 столбиктен тоқимыз. Онан кейін 2 столбик, яғни прибавка, онан кейін 1 столбик, 1 столбик. Келесі петляға прибавка. Келесі петляға 1 столбик, 1 столбик, келесі петляға прибавка. Келесі петляға 1 столбик, 1 столбик, келесі петляға прибавка. Келесі петляға 1 столбик, 1 столбик. Енді келесі қатарды бастау үшін біздер осы маркердің алдындағы петляға, соңғы тоқылған петляға, осы петляға тағы 1 полустолбик тоқимыз да, біздің қатарымыз уже басталды. Келесі жаңа қатар, соған бірінші петлясына маркерімізді белгілеп аламыз. Яғни әрбір қатарда біздер осылай 1 петля алға қарай жылжып отыратын боламыз. Сол кезде біздің береткамыздың донышкасы, төбесі по спирали дөңгелек болып шығады. Келесі петляға 1,
келесі петляға 1, келесі петляға 1. Яғни 3 столбик. Яғни 1, 2, 3. Бір-бірден тоқыдық. Ал келесі петляға 2 столбик. Яғни прибавка. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға прибавка. Яғни 2 столбик. Яғни біздер әрбір 4-ші петляға прибавка жасайтын боламыз. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петля бізде прибавка. Яғни 2 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петляға 1 столбик. Келесі петля бізде прибавка. Келесі петля 1. Келесі петля 1. Келесі петля 1. 2, 3 столбик тоқыдық. Келесі петля бізде прибавка. Келесі петля 1. Келесі петля 1. Келесі петля 1. Келесі петля бізде прибавка, яғни 2 столбик. Келесі петля 1. Келесі петля 1. Келесі петля 1. Келесі петляға 2 столбик, яғни прибавка. Соңғы 3 петля қалды. 1, 1 және 1. Енді маркерімізді тағы да бізде 1 петля маркерімізді соңғы петляға жылжытамыз. 1 петля жылжытатын боламыз. Ол үшін соңғы тоқылған петляға тағы да 1 столбик тоқимыз, яғни прибавка жасаймыз. Енді осы прибавканың бірінші петлясына біздер маркерімізді белеп қоямыз. Енді келесі петляға бізде уже қатар басталып кетті, маркер белгіленіп тұр. Келесі петляға 1, келесі петляға 1, келесі петляға 1, келесі петляға 1, яғни 4 столбик. 5-шісіне біздер прибавка жасаймыз. Әрбір 5-ші петляға біздер прибавка жасаймыз. Яғни 4 столбик тоқимыз ортасында. 1, 2, 3, 2, 4. 4, онан кейін 5-шісіне прибавка. 1, 2, 3, 4, 5-шісіне прибавка. Келесі 1, 2, 3, 4. Келесі петля, яғни 5-ші петляға прибавка. Келесі петляға 1, 2, 3, 4. 5-ші петляға прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4. 5-ші петляға прибавка. 1, 2, 3, 4.
бесіншісіне прибавка. Неге соңғы 4 петля қалды. 1, 2, 3, 2, 4. Міне бізде қатар аяқталды. Енді манағыдай біздер маркерімізді алға қарай жылжытуымыз қажет, яғни соңғы петлямызға тағы да бір столбик тоқимыз, бір полустолбик. Онан кейін уже бізде келесі жаңа қатар басталды. Осы прибавканың біріншісіне маркерімізді белгілеп аламыз. Неге осылайша біздер тоқитын боламыз, яғни біздер маркерімізді алға қарай бір петля жылжытып отыратын боламыз. Бұл әрбір қатарда солай тоқылады. Онан кейін әрбір қатарда екі прибавканың ортасындағы петля саны көтеріліп отырады. Яғни осы қатарда біздер әрбір 5-ші петляға тоққан болсақ, прибавканы келесі қатарда әрбір 6-ші петляға, яғни екі прибавканың ортасында 5 петля болады. Онан кейін қатарда 6 петля болады, онан кейін 7 петля болады, онан кейін 8 петля болады. Солай екі прибавканың ортасындағы петля саны, бірден тоқылатын петля саны жоғарыға көтеріліп отырады. Тағы да бір қатар бірге тоқиық. Мінекей прибавка жасадық. Міне енді 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик. 6-шысына біздер прибавка жасаймыз. Тағы да 5 столбик тоқимыз. 6-шысына прибавка. 3, 4, 5. 6-шысына прибавка. Келесі петляға 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик. 6-шы петляға прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4, 5. 5 столбик. 6-шысына прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4, 5. 6-шысына прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4, 5. 6-шысына прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4, 5. 6-шысына прибавка. Соңғы 5 петля. 1, 2, 3, 4, 5. Соңғы петляға тағы да столбик тоқимыз да маркерімізді осы екі петляның біріншісіне белгілейміз. Яғни біздер келесі қатарды уже бастадық. Енді 6 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-ші петляға
прибавка. Келесі петля 1, 2, 3, 4, 5, 6. Жетінші петляға прибавка. Мінекей, осылайша біздер тоқитын боламыз. Яғни әрбір қатарда мінекей маркерді алға қарай бір петля алға жылжытамыз. Жаңа қатарды бастаймыз солай. Онан кейін әрбір қатарда екі прибавканың ортасындағы петля саны өзгеріп отырады. Жоғарыға көтеріліп отырады. Яғни осы қатарда біздер әрбір 7-ші петляға прибавка жасасақ, келесі қатарда әрбір 8-ші петляға прибавка жасаймыз. Онан кейін қатар 9, онан кейін 10, онан кейін 11, онан кейін 12. Солай кетеді. Тек бізде өзгеріп отыратын мына маркерді алға қарай жылжытамыз. Мінекей, мына маркерге дейін тоққан соңғы петляға тағы да бір столбик тоқимыз да, осы прибавка жасалған болады. Уже келесі қатар басталады. И оның бірінші петлясына біздер маркерімізді белгілеп қоямыз. Яғни жаңа қатардың басталғаны білдіретін. Онан кейін солай тоқитын боламыз. Мінекей, осылайша біздер өзімізге қажетті береткамыздың төбесін тоқып аламыз. Ол үшін бас айналымын екіге бөлеміз. Менде бас айналымы 56 сантиметр. 56 сантиметрді екіге бөлгенде 28 сантиметр болады. 28 сантиметрден аламыз бірді, яғни 27 сантиметр. 27 сантиметр болатындай етіп, мен осындай дөңгелекше тоқитын боламын, яғни береткамның төбесін тоқитын боламын. Сіздерде өздеріңіздің бас айналымнан бөлеміз екіге, одан аламыз бірді. Содан шыққан санды біздер осы береткамыздың төбесін тоқитын боламыз, яғни дөңгелекше тоқитын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, біздің шапкамыздың төбесі, береткамыздың осылай дөңгелекше болып шығып жатыр. Ол мына біздер алға қарай, мына маркерді алға қарай жылжытып отырғанымыздықтан біздер осындай дөңгелекше жасап жатырмыз. Осылайша етіп біздер өзімізге қажетті өлшемде тоқып алайық. Мен 27 сантиметр тоқимын. Яғни осылай өлшейміз, осылай. Осы тоқып жатқан дөңгелекше мен 27 сантиметр болу қажет. Өзіміз тоқып шығайық. Мінекей, мен тоқып алдым. Өзіме қажетті өлшем, яғни 27 сантиметр. Енді әрбір петляға бір столбиктен екі қатар тоқып шығамыз. Яғни әрбір петляға бір полустолбик с накидымнан екі қатар тоқимыз. Ешқандай прибавка жасамаймыз. Әрбір петляға бір столбиктен осы қатар тоқимыз, және тағы бір қатар тоқимыз. Екі қатар тоқып шығамыз. Өзіміз екі қатарды тоқып шығайық. Мінекей, мен екі қатар тоқып алдым. Енді біздер арқары убавкамен тоқитын боламыз. Яғни біздер 12 жерде убавка жасаймыз. Ол үшін біздер соңғы қатардағы петля санын санап аламыз. Сол саннан 12-ні бөлеміз. Менде соң қатардағы петля саны 156 петля. 156-ны бөлеміз 12-ге, 13 болады.
яғни мен әрбір 13-ші петляға осылай маркерімді белгілеп аламын. Яғни екі маркерінің ортасында менде 13 петлядан. Енді ары қарай біздер тоқимыз. Міне байқап отырғандарыңыздай, мен мына жерде жоқ түсті маркермен қатардың басын белгілеп алдым, яғни қызыл түсті маркермен. Енді маркерімізді бірінші ала тұрамыз, біздер убавка жасаймыз. Яғни бізде бірінші убавка. Мана біздер мына беретканың барлығын полустолбик с накидімен тоқыдық. Енді біздер убавканы столбик без накидімен жасайтын боламыз. Яғни бірінші петляға крючогымызды өткіземіз. Яғни мана маркер белгіленген петля, крючогымызды өткіземіз, жібімізді іліп шығарамыз. Келесі петляға крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Жіпті крючок қайтадан ілеміз. Крючогымызда бізде 3 петля. Осы 3 петлядан өткіземіз. Енді осы петляға маркерімізді белгілеп аламыз. Ары қарай келесі маркерге дейін әрбір петляға бір столбик без накиден тоқитын боламыз. Неке маркерге тоқып алдық. Енді маркерімізді ала тұрамыз. Осы петляға крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Келесі петляға крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Крючогымызда бізде 3 петля, жіпті крючокқа ілеміз. Осы 3 петлядан өткіземіз. Енді осы петляны қайтадан маркермен белгілеп аламыз. Енді ары қарай келесі маркерге дейін әрбір петля бір столбик без накиден тоқимыз. Онан кейін маркер тұрған петля, соның жанындағы петля екеуін біріктіріп убавка жасайтын боламыз. Неке осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Неке мына жерге дейін тоқып шығайық өзіміз. Неке мен тоқып алдым. Енді әрбір петляға бір столбик без накиден бір қатар тоқимыз. Бірінші петляға маркерімізді белгілеп аламыз. Сонан кейін әрбір петляға бір столбик без накиден тоқитын боламыз. Маркерге тоқып алып, маркерімізді ала тұрамыз да, осы петляны тоқимыз. Сонан кейін осы петляны қайтадан маркермен белгілеп аламыз. Неке осылайша қатарды тоқып шығамыз. Осы қатарды, онан кейін келесі қатарда біздер қайтадан убавка жасаймыз. Яғни бірінші убавканы неке маркер тұрған петляға өткіземіз крючогымызды, онан кейін оның жанындағы петляға өткізіп, осы екі петлядан петляны қосып тоқитын боламыз, яғни қысқартып тоқимыз, убавка жасаймыз. Онан кейін қайтадан бір қатар әрбір петля бір столбик без накиден тоқимыз, онан кейін қайтадан убавка қатар. Осы екі қатарды чередовать етіп отырып, біздер тоқитын боламыз. Яғни өзімізге қажетті өлшемде. Өзімізге қажетті өлшем, яғни бас айналымын 3/14-ке бөлеміз. Яғни менде 56 бас айналым, 56-ны 3/14-ке бөлген кезде 17/8 шығады. Яғни 17/8 болатындай етіп мен ары қарай тоқитын боламын.
яғни убавка, бір қатар убавкамен, бір қатар убавкасыз, бір қатар убавка, бір қатар убавкасыз, солай тоқитын боламын. Сіздерде бас айналымын 3-14-ке бөлесіздер, сол шыққан санға дейін тоқитын боласыздар, немесе экранда көрсетілген таблицаны қолдансаңыздар болады. Яғни диаметр дна деген жердегі санды тоқисыздар. Сол диаметр дна деген бағандағы санды тоқисыздар, соған дейін тоқисыздар. Немесе бас айналымын 3-14-ке бөлген кезде шығады диаметр дна. Өзімізге қажетті өлшемде тоқып шығайық. Неге мен өзіме қажетті өлшемде тоқып алдым. Енді біздер ары қарай тоқимыз. Ары қарай біздер столбик без накидамен петляның артқы бетінен тоқимыз. Осылай. Артқы бетінен алып тоқитын боламыз. Әрбір петляға бір столбик без накидадан тоқимыз. Артқы бетінен. Осылайша біздер 5 қатар тоқуымыз қажет. Әрбір петляға бір столбик без накида петляның артқы бетінен. Осылай бір қатар, онан кейін тағы да 4 қатар. Барлығы бізде 5 қатар болу қажет осындай. Өзіміз тоқып шығайық 5 қатарды. Неге мен 5 қатар тоқып алдым. Сонымен біздің береткамыз дайын. Беретканы осылай түсіріп кесеңіздер де болады, немесе ішке қайырып, осылай кесеңіздер де болады. Осындай әдемі бізде береткамыз. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер видео сабақ бойынша қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, видеоға лайк басыңыздар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше сау болыңыздар.